Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, сіздермен бірге Тарих мектебі каналы бүгін Томирис туралы мәлімет ұсынады. Томирис деген атаудың өзі көне иран тілінен аударғанда батыл деген мағынаны білдіреді. Зерттеушілердің айтуынша, Тұмар ханша біздің заманымызға дейінгі 570-520 жылдар аралығында өмір сүрген атақты сақ патшайымы. Оның әкесінің аты Сыпыр болған. Сыпыр Массагет тайпасының патшасы. Ал анасы босану кезінде көз жұмып, ол Әби тайпасының көсемі болған қыз еді. Бұл заманда әйел адамның патша болуы құқығы болды, өйткені сақтарда әскери демократиялық билік жүйесі еді. Біздің заманымыздан бұрынғы 6 ғасырда Парсы елінде осы Ахемен атты империя құрылады. Оның Парсының патшасы Кир II барлық елдерді жаулаған кезде енді ешқандай соғыссыз сақтардың жерін айламен тартып алуға амал іздейді. Осы Тұмар ханшайымға хат жіберіп, әйелі болуға ұсыныс жасайды. Бірақ Томирис Кирдің шын ниеті қандай екенін біліп, бас тартуға шешім қабылдайды. 530 жылы парсылардың үлкен әскері шығысқа аттанады. Парсылар үшін жорық сәтті басталады, бірақ осы сақтардың жеріне келгенде олар үлкен қақтығысқа тап болады. Өйткені Томиристің ұлы Спаргапис оларға ең алғашқы соққыны береді. Бірақ сақтар мен парсылардың шайқасында парсылар өте үлкен айлакерлік жасайды. Олар шегінген түр жасап, дастархан жайып, бұларды сақтарға арнайы орын дайындап кетеді. Спаргапистің әскері жеңісті тойлау үшін уланған шараптарды ішіп, көп ұзамай ұйықтап қалады. Ал сол түнде парсы әскері жауынгерлердің барлығын дерлік өлтіріп, Тұмар ханшайымның ұлы Спаргаписті тұтқынға алады. Томирис Кирге елші жіберіп, ұлын босатуды сұрайды. Егер ұсыныс орындалмаса, қанға қаншалықты тоймайтын болсаң да, басыңды қанға тұншықтырамын деп қорқытады. Бірақ Кир ұсыныстан бас тартады, елшіні қайтар жібереді. Ал Тұмардың ұлы Спаргапис өз-өзіне қол жұмсап мерт болады. Мұны естіген массагеттер патшайымы парсыларға қарсы шабуыл жасап, қатыгез шайқастың соңында сақтар жеңіп шығады. Ұрыс кезінде Кир өлтіріліп, оның басы денесінен ажыратылады. Бұл туралы деректі грек тарихшысы Геродот Томирис туралы деректер қалтырған. Енді соғыста ерекше табандылық пен жігерлік танытқан сақ қыздары туралы тарихшы Геродот оларды ең қатыгез және ұлы деп атаған. Грек тарихшысы грек Томирис патшайымның ерлігін қағазға түсіріп, осы күнге жеткізіп отырды. Жеңістің соңында Томирис Кирдің басын өз қанына өзі тұншықтырып, сенің аңсағаның, сенің тоймағаның қан болса, онда өз қаныңа өзің тұншығып өл деп айтылды деп деректерді Помпей-Трокта жеткізеді. Помпей-Трок әсіресе өзінің деректерінде Томирис әйел болса да, жаудың шапқыншылығынан қорыққан жоқ деп сипаттайды. Бұл оқиға аңызға айналды. Жауынгерлер үшін Тұмар ханша ерлік пен күштің символы ретінде қабылданды. Ханшайымның өмірі қиын және қаншалықты қайғылы болса да, оның бейнесі бүгінгі күнге дейін әдебиетте және өнерде қолданылады. 2019 жылы осы қыркүйек айында Ақан Сатаевтың Томирис фильмі жарыққа шықты. Ол жерде осы оқиға негізгі сюжетке алынады. Жалпы осы өнер даласында және кино әлемінде сақтарды дала амазонкалары деп қалдырып кеткен екен. Сіздерге мәлімет қызық болса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.